Қалайсыздар, аниме сүйер қауым? Бүгін One Punch Man анимесінің екінші сезонын айтып беретін боламын. Ендеше уақыт созбай кеттік. Сонымен, екінші сезонның басында бізге Сайтама мен Генестің Набе сорпасының ингредиенттерін сатып алып дүкеннен келе жатқанын көрсетеді. Сол кадрда бізге алыстан келе жатқан 7-ші класс кейіпкері жаңа ойын сатып алу үшін ойын дүкеніне бара жатқан адамдардың ең мықтысы ұлы Кингті көрсетеді. Күтпеген жерден біздің кейіпкерлеріміз орналасқан аймаққа лақап аты қобожық тілді Дяк шабуыл жасайды. Бірақ оның жолына қарсы Кинг түседі және ол кездесуді күткен жоқ. Бір топ халық Кингті таниды және қуанып Кингтен жауызды өлтіруді сұрай бастайды. Қорқынышты қобожық болып жатқан барлық нәрселерден шошып кетіп, нәтижесінде қобожық кешірім сұрайды. Одан кейін бізге жаңа ойын сатып алған қуанышты Кингті көрсетеді. Үйге келе жатқанда оған G4 роботы шабуыл жасайды. Кейін Генес роботтың сазайын береді. Өйткені Кинг дәретханаға бару сылтауымен роботтың шабуылынан қорқып үйге жүгіріп кетеді. G4-ті жеңгеннен кейін Генес өзінің мастеріне барып, оның денесін G4 роботының денесінен алынған бөлшектерден қосып жаңартуды сұрайды. Одан кейін біз Кингтің пәтеріне ауысамыз, онда Сайтамамен кездесуін көрсетеді. Сайтама неге ең күшті Кинг роботтан қашып кетті деп сұрауға келеді. Бірақ Кинг жауап беруге үлгермейді, себебі оның пәтерінің қабырғасынан монстр қарға кіріп кетеді. Кейін Кингтің бұтына жіберіп қойған Сайтама байқап бір соққымен монстрды құлатады. Сайтама Кингтің ешқандай да мықты герой емес екенін түсінеді. Сондай-ақ бізге өткеннің бірнеше фрагменті көрсетіледі. Олардың ішіндегі ең күшті лақап сол кезде ешкім білмеген Сайтаманың жеңісі үшін берілгенін түсінеміз. Сайтама Кингке күшті болуды ұсынып жай ғана кетіп қалады. Одан кейін бізді қаһармандар қауымдастығының кеңесіне апарады. Онда бөлім басшысы Николас Сича бандиттер мен қарақшылармен кездеседі. Кенес Сайтаманы іздейтін Соник пайда болады, бірақ оны таба алмайды. Содан кейін қаһармандар қауымдастығының жоспарлары туралы ақпараттан қағаздарды ұрлауға шешім қабылдайды және барлық карталарды ашады. Ол жерде әңгіме қаһармандар қауымдастығы төмен дәрежеде болғандықтан бандиттер мен қарақшылардан көмек сұрағысы келетін туралы жазылған. Жасалған істен кейін Соник жай ғана кетеді. Сондай-ақ серияның соңында бізге Фубуки деп аталатын Б класты алғашқы тозақы боран көрсетіледі. Олар Сайтаманы Б классына түскенін біледі, жалпы ол оны өзінің жеке бандысына тартқысы келеді. Бірінші серияның соңы. Екінші серияда екінші сезонның басты кейіпкерлерінің бірі күміс ауыздың шәкірті геройларға аңшылыққа шыққан Гаро пайда болуымен басталады. Ол қаһармандар қауымдастығының жиналысында жасырынады. А сыныбының 3 кейіпкерін ұйықтатады. Сондай-ақ жиналыста болған барлық бандюгандар мен қарақшыларды қырады. Одан кейін бізге Генестің үйінде монстрды қалай ұстайтынын көрсетеді. Бірақ бұл монстр Сайтамадан кек алуға келген Соник болып шығады. Генес пен Соник қырылуды бастайды. Жалпы оны көрген дұрыс. Одан кейін бізге Сайтамаға Фубуки мен оның адамдарының Сайтамаға бандаға кіруді ұсынғанын көрсетеді. Бірақ Сайтама бірден бас тартты. Сол себепті Фубуки өз балаларына Сайтаманы сындыруға бұйырады. Сайтаманың бір соққысымен жауынгерлер ұшып кетті. Фубуки Сайтаманы жазалап, оған бар күшін көрсетеді. Бұл жерде кенеттен Генес пен Соник пайда болады және кездейсоқ шабуыл Сайтама мен Фубукиге түседі. Содан кейін Соник бірден күресті аяқтау үшін өзінің ең мықты техникасын оң көлеңкелі көрсетуді шешеді. Сайтама жауап ретінде ол бір жақтан екінші жаққа секіру деп аталатын техникамен жауап береді. Нәтижесінде Соник соққы толқынынан ұшып кетеді. Фубуки Сайтаманың күшінен таң қалып, ол Сайтаманы тартуға келгеннің себебін, сондай-ақ өзінің әпкесі Тацумаки туралы айтуды шешеді. Сайтамадан өз ойынын алу үшін Кинг келеді. Фубуки қайтадан таң қалады. Ол әлі күнге дейін С сыныбының кейіпкерлері Б сыныбының кейіпкерімен тең қатынаста екеніне сенбейді. Екінші серияның соңы. Сонымен үшінші серияның басында бізге күміс азудың жауынгерлік өнер мектебін көрсетеді. Онда мұғалім Азу өзінің ең жақсы оқушысы Чаранканы ұрып мектептен қуып шығарады. Чаранка бұл туралы Сайтама мен Генеске айтып береді. Ақыр соңында олар Чаранканы мектептен алып тастау бұл Бэнгтің Гароуды жою жоспары екенін түсінеді. Ақыр соңында Чаранка көп ойланбай Гароуды іздеуге аттанады. Осының салдарынан Гароудың 16-шы С сыныбындағы Майк Мастерге және оның командасын, сондай-ақ құқықсыз жүргізушіге қарсы шайқасына куә болады. Соңында Чаранканың өзі қырылысқа қосылады, ол да басқалар сияқты Гароудан жеп алады. Кейін бізге күміс азу мен оның ағасы геройларға аңшылыққа шыққандарды іздеуге аттанады. Кейін бізге Сайтаманы көрсетеді. Ол госпитальға келіп, Гароудан ұшып кеткен геройлармен жолығады. Аңшылыққа шыққан Гароу туралы барынша ақпарат жинауға тырысады. Сайтамамен сөйлескеннен кейін Шаранка жекпе-жек өнер турниріне билетін береді. Бірақ Сайтама Шаранканың кейпінде турнирге қатысады. Одан кейін бізге Гароу мен Тарео баласының арасындағы әңгімені көрсетеді. Оның қолында Гароу зерттегісі келген батырлардың анықтамасы болады. Содан кейін бізге 26-шы А классындағы 6 шардың және 28-ші А классындағы Пуржина морттың геройларын
олардың аңшысына Гароумен күресін көрсетеді. Гароу оларды еш қиындықсыз жеңеді. Содан кейін бізге Гароу мен Сайтаманың алғашқы кездесуін көрсетеді. Сайтама өзіне парик іздеуге базарға шығады. Ол кездейсоқ париктері бар сөре алдында тұрған Гароумен кездеседі. Нәтижесінде Гароу Сайтамаға шабуыл жасайды, ал Сайтама бір соққымен Гароуды ұйықтатып тастайды. 3-ші серияның соңы. 4-ші серияның басында бізге Гароудың балалық шағындағы естеліктері көрсетіледі. Онда ол әрқашан монстрларды қолдайтын, бірақ әрдайым геройлар жеңетініне келіспейді. Оның пікірінше бұл әділетсіз болды. Одан кейін бізге қаһармандар қауымдастығының кеңесін көрсетеді. Онда адамдар өз қауіпсіздігіне алаңдайды. Себебі оларға Гароудың тіпті С-класстағы қаһармандарды жеңгені туралы ақпарат жеткен. Нәтижесінде олар қауымдастық басшыларының ең мықты батырлармен қорғау туралы шешім қабылдап, Кингке бірінші қоңырау шалады. Ол бірден бас тартады. Нәтижесінде инвесторлардың біреуінің қорғаушысы Темір Бита болады. Бірақ оған Темір Бита қатты риза емес. Одан кейін Темір Бита қарындасымен бірге бірнеше минутқа сөйлесуге кетеді. Кенет инвестор мен ұлы монстрлардың шабуылына тап болады. Нәтижесінде Темір Бита бұл монстрларды оңай жеңеді. Алайда артынша оған күші жететін одан да күшті екі монстр пайда болады. Бірақ Темір Бита оларды жеңуге күші жетеді. Содан кейін күтпеген жерден қауіптілік деңгейіндегі айдаһар монстр пайда болады. Ол бір соққымен Темір Битаны қабырғаға жапсырып тастайды. Содан кейін ол монстрға жақсы соққы бере алады. Екінші соққымен оны бірнеше метрге лақтырады. Одан кейін бізге Сайтаманың жауынгерлік өнер турниріне Чаранка бейнесінде тіркелгенін көрсетеді. Онда Сайтама шынайы Чаранканың сэмпайымен кездеседі. 4-ші серияның соңы. Бастапқыда 5-ші серия бізге Батырлар ассоциациясының Темір Битамен байланысқысы келетінін көрсетеді. Ештеңе шықпайды. Кейін олар бір мезгілде барлық қалаларға шабуыл жасау туралы хабар алады. Одан кейін бізге Темір Бита мен Гароудың кездесуін көрсетеді. Қырғаяқтың соққысынан кейін бірнеше ондаған метр ұшып өткен Темір Бита Гароудың алдында құлайды. Және олар ұрысты бастайды. Жалпы қалай болғанын қараймыз. Гароу оны жеңді деп ойлайды, бірақ Болат Бита тағы да атылып Гароудың басынан Битамен ұрайын деп жатқанда қарындас тоқтатады. Оның көзінше ұрыспаймын деген уәдесін есіне алады. Нәтижесінде Гароу Темір Битаны жалғыз қалдыруды шешеді және кетеді. Гароу және Темір Бита шайқасын екі монстр бақылап отырады. Олардың біреуі Темір Битаның қарындасын кепілге алуды шешеді, бірақ Гароу араласады. Екінші монстр монстрлардың қауымдастығының өкілдері екенін және олардың қатарына кіруді ұсынатынын Гароуға айтады. Гароу бас тартады. Бүкіл монстрларға көбірек тұтқынды ұстап қамалға қайтуға бұйрық беріледі. Бұдан әрі бізге жауынгерлік өнер турнирінің ашылуында барлық қатысушыларды тізіп ең мықты геройлар туралы айтады. 5-ші серияның соңы. Осылайша 6-шы серияны бастадық. Бізге танымал Сурью мен Найзағай Максқа қарсы шайқасын көрсетеді. Содан кейін бізге Генесті көрсетеді. Ол көптеген монстрлардың шабуылдары туралы хабар алады және олармен жалғыз күресуге шығады. Музыкамен қалай болғанын тамашалайық. Кейін бізге Сайтама мен Бакудзанға қарсы сайысты көрсетеді. Сайтама оны бір соққымен изи ұйықтатады. Сурью бұл челленджі жалғастыра отырып, бір соққымен аяқтайды. Одан кейін бізге көп қаһармандармен еш қиындықсыз айыратын Супер Сада монстры көрсетіледі. Содан кейін Фубуки командасы пайда болады. Супер Сада Фубукидің адамдарын бақылауға алады, бірақ оның сиқырлары Фубукидің өзіне әсер етпейді. Нәтижесінде бұл монстрдың мақсаты Фубукидің өзі емес, оның әпкесі Тацумакиді өлтіру еді. Алайда Тацумаки пайда болған кезде тұтқындардың артына тығылып, қорқыныштан қашып кетеді. 6-шы серияның соңы. 7-ші серияның басында бізге аңдар қауымдастығының үйін көрсетеді. Онда аңдар патшасы Орочи және оның көмекшісі Гура тұрады. Одан кейін бізге Сайтаманың Хмураликиді жылдам жеңгенін көрсетеді. Сондай-ақ дереу жартылай финалдық жекпе-жекті көрсетеді. Онда Сайтама бір соққымен Чоз атты генетикалық түрлендірілген адамды жеңеді. Сайтама финалға шығады. Содан кейін бізді қайтадан Y қаласына апарады. Онда 5-ші S-кластың императордың баласы мен Медузаға қарсы күресін, 9-ші S-класстағы жетекші рыцарь кәдімгі монстрларға қарсы күресін, сондай-ақ бір сыныпта Амаймасовтың көптеген монстрларға қарсы шайқастарын көрсетеді. Содан императордың баласына Медузамен бірге күресуге S сыныбындағы бір қабақ көмектеседі. Жетекші рыцарь және Амаймасов өз қарсыластарының ізіне түседі. Сондай-ақ бізге супер жылдам 13-ші кластың геройы қасиетті Флешті көрсетеді. Оның осьминог монстрына қарсы күресейін дегенде Тацумаки осьминогты жояды.
Содан кейін бізге ең мықты семсершілердің жасырын кездесуін көрсетеді. Оларды 4-ші С классындағы Атом самурай жинайды. Ол геройларға аңшылыққа шыққандарды өлтіру жоспарын талқылауды шешеді. Кенеттен Харакири деп аталатын семсершілердің бірі монстрлардың қауымдастығынан болып шығады. Ол монстрлардың клеткасын жеп алып, монстрға айналады. Сондай-ақ ол қалғандарына клеткаларды жеуді ұсынады, немесе олардың бәрін өлтіреді. Бірақ бәрі де бас тартты. Нәтижесінде Атом самурай сатқындарды өлтіреді. Жалпы олар Гароуды іздеуге аттанады. Бірақ оның алдында монстрлардың қауымдастығын іздеуге шешім қабылдайды. Одан кейін бізге Сайтама мен Сурюдің күресін көрсетеді. Сайтама бір-екі тәсілді сынап көруге шешім қабылдайды. Нәтижесінде соққысы Сурюға тиіп рингтен ұшып кетеді. 7-ші серияның соңы. 8-ші серия жеңімпаздық кубокты Сурюға тапсырудан басталады. Өйткені Сайтама алаяқтық үшін турнирден шығады. Сол сәтте Гакетсу бастаған монстрлар пайда болады. Турнирден бірнеше жауынгер Гакетсуға шабуыл жасайды, бірақ ол оларды бір соққымен ұйықтатады. Гакетсудан кейін монстр клеткаларын жерге тастайды және жаңа күш алғысы келетіндерді шақырады. Бірнеше жауынгер келіседі және клетканы жей бастайды. Бірақ Сурю барлық жаңа монстрларға ударларын жегізіп жібереді және бір-екі соққымен барлық жаңа монстрлардың тас талқанын шығарады. Одан кейін бізге Гароу мен Тареоны көрсетеді. Олар тағы да батырлар анықтамасын зерттейді. Гароу 12-ші С классындағы күзетші ит туралы біліп, онымен күресуге шешім қабылдайды. Ол күзетші ит табады, бірақ ол қолынан келмейді. Нәтижесінде Гароу бұл кейіпкерден соққыны жеп, өзі және күзетші иттің күшін шынымен мықты екенін мойындайды. Оқиға турнир стадионына қайта көшіріледі. Онда Сурю Гакетсуге шабуыл жасайды. Оның бетіне монстр клеткалардың бірін лақтырып тастайды. Солай екеуі қырылады. Ал біз қалай болғанын тамашалайық. Сурю жақсы жауынгерлік күшті көрсетеді де жеңіледі. Әрине Гакетсу ол үшін тым күшті. Гакетсу Сурюді өзі өлтірмей, оны 3 қарғаға тапсырады. Осының барлығын Бакудзан бақылап отырады. Олар клеткаға деген қызғанышынан бірден бірнеше клетканы жеп өшіп қалады. Бұл арада Сурюге найзағай Макс пен жылан келеді. Олар үшеуі бірігіп қарғаларды жеңеді. Сурю бәріне шегінуді ұсынады, бірақ геройлар онымен келіспейді. Сурю қашып бара жатып, Бакудзан монстр пайда болады. Ол Сурюге соққы беріп, оны ұйықтатады. Гакетсу Бакудзанға оның соңынан аңдар қауымдастығына баруды ұсынады, бірақ Бакудзан мені ешкім басқара алмайды деп айтады және Гакетсуге шабуыл жасайды. Ол өз кезегінде мұнда кімнің отец екенін көрсетіп, бір удар жегізеді де жай ғана кетіп қалады. Бакудзан әлсіздерді қорлағанды ұнатқандықтан бәрін өлтіруді шешеді. Сурю бар күшімен көмек сұрады. Кейін Сайтама пайда болып, Бакудзанға қарай бет алады. Бакудзан бірден Сайтамаға бір-екі соққы жасай бастайды. Сайтама бір соққымен Бакудзанды жояды. Сурю Сайтамаға құтқарған үшін алғыс білдіреді және аренадан тыс жерде Гакетсу деген қорқынышты монстр бар екенін ескертеді. Жалпы алғанда Сайтама Гакетсуды іздеуге аттанады. Біз олардың шайқасын музыкамен көреміз. Келесіде бізге Гакетсуның басы Сурюдің жатқан жеріне қалай қонатынын көрсетеді. Одан кейін Сайтама Сурюға келіп, Сайтаманың чаранка екенін айтпауын сұрайды. Сосын Сурю да батыр болғысы келетінін түсінеді және Сайтамаға шәкірт болғысы келеді. Сайтама бас тартады. Содан кейін Сайтама Кингпен кездеседі. Олар Сайтаманың көңіл күйі туралы сөйлеседі және Гароу Кингті байқап, оған шабуыл жасауды шешеді. Бірақ Сайтама бір соққымен Гароуды қабырғаға жабыстырады. Кейін Сониктің жаттығу алаңына ауысады. Соник оны монстрға тартуға келген екі ниндзяны қарсы алады. Олар өздерінің күш деңгейін көрсетеді. Соникті таңғалдырғаннан кейін оған монстр клеткаларын қалдырады. Сониктің үйін көрсетеді. Соник монстр боламын ба, жоқ па деп ойланады. Содан кейін клетка жасушаны пісіріп, оны жеп жібереді. Кейін оның асқазаны қорытпай қалады. 9-ші серияның соңы. 10-ші серияда Сайтама мен Кинг бейне ойындарын ойнайтын сәттен басталады.
Кинг Сайтаманы тоқтаусыз жеңеді. Сол себепті Сайтама ашуланып кетеді. Одан кейін бізді геройлар қауымдастығының кеңесіне апарады. Онда жиналыста қауымдастыққа бір қызметкер басып кіреді. Сөйтсе оның ішіне паразит клеткасы кіріп кеткен екен. Оның мақсаты монстрлар қауымдастығынан хат жолдау. Паразит геройлар қауымдастығының бір мүшесін өлтіреді. Бірақ оны 11-ші С сыныбындағы қара жылтыр дуалға жабыстырады. Ақырында паразиттер денеден шығып, қара жылтырдың денесіне кіруге тырысады. Бірақ оның бұлшық еттері қатты болғандықтан нәтижесінде ол монстрды мыжып өлтіреді. Одан кейін бізге Гераның барлық геройлар қауымдастығының жою жоспарын монстрлар қауымдастығының барлығына айтады. Бірақ монстрлар оны қолдамайды. Ал Орочи қожайын бәрін қорқытып, аман қалған монстр тараканды ұстап жейді. Одан кейін ол Супер Саданы көздейді, бірақ Гера оны тоқтатады. Себебі ол әлі де пайдалы болуы мүмкін екенін айтады. Одан кейін бізге құрастырылудан өткен жаңарған және мықтылығы 2 есе артқан Геносты көрсетеді. Кейін 4 баланы көрсетеді. Олар өздерінің үй жағындағы бір үйге тап болады. Балалар сол Тарео деген баланы сол жаққа қуып жібереді. Оны Гаро қарсы алады. Ол шайқастардан кейін күшін қалпына келтіруге тырысып, сол үйде демалады. Кенет үйдің алдында геройлардың тұтастай тобы пайда болады. Атап айтқанда герой Гатлинг, Смайлик, Стингер және 5 қаһарман. Олардың бәрі Гароуды өлтіруге келеді. Гаро бұл геройларды байқайды және геройлар атласы арқылы олардың қабілеттерін тез зерттеу шешеді. Ақырында Гаро шығып, осы батырларды жеңілген геройлардың саны 100-ге жету үшін оларды өлтіру шешеді. Жалпы олардың шайқасын көреміз. Нәтижесінде Гаро 7 кейіпкерді жеңеді және тек смертельный Гатлинг қалады. Ол өзінің смертельный соққысын пайдаланып Гароуды өлтіру шешеді. Бірақ одан ештеңе шықпайды. Гаро тым күшті. Содан кейін бізге Тареоны көрсетеді. Ол Гароудың монстр екенін түсініп, айқайлап одан қашып кетеді. Одан әрі таяқ жеген Гароуға обновленный Генос шабуыл жасайды. Ол оған қатты шабуыл жасай бастайды. Қалай болғанын көрейік. Одан кейін Генос еш қиындықсыз жеңе алатын монстрлар тобы пайда болады. Одан кейін ағасымен бірге күміс азу келеді. Ол екінші монстр тобымен қырылады. Нәтижесінде Бэнк Гароуды өзіне қалдыруды сұрайды. Серияның соңында бізге Кингтен 80-де 10 есебімен жеңілген Сайтаманы көрсетеді. Одан кейін Сайтама Геносты бірнеше күннен бері көрмегенін еске алады және оны іздеуге шығады. 11-ші серияның соңы. 12-ші серия Бэнктің Гароуға қарсы эпикалық шайқасынан басталады. Тамашалайық ендеше. Бэнк Гароуды ұрып соғады. Гароу жасырынуға тырысады, бірақ оның жасыруына мұрша бермейді. Аспанда монстр Феникс пайда болады. Оның тапсырмасы Гароуды құтқару. Геройлар Гароуды ұруды жалғастырады. Гароу жерді ұрады және осы сәтте оны монстр Феникс тартып алып кетеді. Генос оларды құтқаруға тырысады, бірақ Геностың соққысын өзіне алатын ежелгі қырғаяқ пайда болады. Одан кейін олар ежелгі қырғаяқпен күресе бастайды. Бэнк пен оның ағасы Геносты ұстап алып қырғаяқтан қашып кетеді. Осы сәтте Кинг пайда болып, Рупермен қырғаяқты өзіне қаратады. Ол пластты алып келдім дейді. Ал пласт болса бір кездері қырғаяқны жеңген және ол да өз кезегінде одан кек алуға ант берген адам. Қырғаяқ Кингке қарай жылдамдатады, бірақ соңғы сәтте Сайтама пайда болады және бір соққымен көне қырғаяқтыны жояды. 2-ші маусымның соңы. Көргеніңіз үшін көп рахмет. Қолдау көрсетіңіз, міндетті түрде арнаға жазылыңыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі бейнеде көрісеміз.